Жедел ішек инфекциялары белгілері және берілу жолдары, оның алдын алу үшін не істеу керек? Бұл туралы осы видеода толық айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Жедел ішек инфекциясы бұл бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, ішекке әсер ететін қарапайым микроорганизмдер тудыратын адам ауруларының кең тараған түрі. Ауру дене температурасының жоғарылауы, жалпы әлсіздік, жүрек айнуы, құсуымен бірге жүреді. Іштің аймағында ауырсыну пайда болады. Бірнеше рет сұйық нәжіс пайда болуы мүмкін. Ауру әсіресе балаларда қиын, өйткені метаболизм бұзылады. Ағзаның сусыздануы пайда болады. Жүйке жүйесі зардап шегеді. Сондықтан балалар ауырған кезде уақытылы медициналық көмекке жүгіну маңызды. Инфекция көзі ауру адам немесе қоздырғышты тасымалдаушы. Айналасындағылар үшін жеңіл, ауру белгісі жоқ формалары бар науқастар өте қауіпті келеді. Инфекцияға халықтың барлық жас топтары бейім. Бірақ көбінесе 1 жастан 7 жасқа дейінгі балалар жиі ауырады. Ауру берілудің негізгі механизмі тамақ, су және тұрмыстық байланыс жолдарымен жүзеге асырылатын фекальды ауыз жолы. Берілу факторлары: тамақ, су, тұрмыстық заттар, ойыншықтар, қоршаған орта объектілері, сондай-ақ антисанитариялық өмір сүру жағдайлары, жеке гигиена ережелерін сақтамау, сапасыз тағамдарды тұтыну, өткір ішек инфекцияларына ықпал етеді. Инфекциядан кейінгі иммунитет тұрақсыз, нәтижесінде ауруды қайта-қайта жұқтыруы мүмкін. Қоздырғыш ағзаға енген сәттен бастап аурудың белгілері пайда болғанға дейін бірнеше сағаттан 7 күнге дейін созылуы мүмкін. Жазда ішек инфекцияларының саны сөзсіз артады. Оның бірнеше себептері бар. Жылы мезгіл тамақ өнімдеріне, сорпалар, сүт өнімдері, ет, балық енген кезде қоздырғыштардың көбеюіне және микроорганизмдердің асқазан ішек жолдарының қорғаныш кедергілерін бұзатын мөлшерге дейін тез жиналуына ықпал етеді. Адамдар жазда көптеген шикі көкөністерді, жемістер мен жидектер жейді. Олардың бетінде көптеген микробтар, соның ішінде қауіпті болуы мүмкін. Балалар сыртта көп уақыт өткізеді және таза қолмен тамақтану міндетті ереже екен әрдайым есіне түсіре бермейді. Балаларда, ересектерде де микроорганизмдер тіршілік әрекетін ұзақ уақыт бірнеше айға дейін сақтайтын ашық су қоймаларында жүзуді ұнатады. Ал мынадай алдын алу шаралары денсаулықты сақтауға көмектеседі. Қауіпсіз өнімдерді сатып алу, яғни пастерленген сүт, жарамдылық мерзімін сақтай отырып зауыттық қаптамадағы өнімдер. Тамақ дайындау ережелерін сақтау, яғни мұқият термиялық өңдеу. Тамақты 1 реттік тұтыну үшін дайындау, тағамды сақтау ережелерін сақтау. +10 градус төмен температурада 24 сағаттан артық кем емес сақтау. Шикі және дайын тамақ өнімдерін бөлек сақтау. Тамақ дайындамас бұрын және тамақ дайындау процесінде әр үзілістен кейін, тамақ ішер алдында, дәретханаға барғаннан кейін, сәруендегенде, жануарлармен байланыста болғаннан кейін қолды міндетті түрде мұқият жуу керек. Ас үйді таза ұстау керек. Тағамды жәндіктер, кеміргіштер және басқа жануарлардан қорғалған жерде сақтау керек. Таза суды ішу және тамақ дайындау барысында гигиена ережелерін сақтау керек. Жедел ішек инфекциялары кезінде қандай өнімдерді жеуге болады және қандай өнімдерден уақытша бас тарту керек? Бұл туралы келесі видеоларда айтатын боламын. Видеоны жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп лайк басып кетіңіз.